Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Көздер сөйлей алады. Қуаныштан күле де, жылай да алады. Көздермен естен адастыруға болады. Сөздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның. Лыпып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін. Және керісінше болуы мүмкін. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Әрекет етпей, арманға жетуді ойлау, егін екпей оны жинаумен тең. Ақымақпен достық құрып жетіспейсің. Дананың берген уын қабылда, ақымақтың қолынан алтын алма. Өмірде дана секілді сүргін келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс. Әркіммен бас қосқанша жалғыз болған дұрыс. Жұрттың бәріне бірдей дос боламын дегендер ешкімге де дос бола алмайды. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамыңның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Ал екіншісі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар, барлығынан шаң қаптырып адамды. Дерттің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткенменен мына уақыт емдемейді жараңды. Жас та өтер, бірте-бірте кәріде өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә. Кетеміз, кетті келер, тағы кетер. Омар Хайямның нақыл сөздері. Қымбатты менің көрермендерім, бұл видеоны соңына дейін көрген болсаңдар, өздерінің пікірлеріңді білдіріп, маған лайк басып тіркеліп кетіңдер.